Жетер енді, бауырым, айтшы. Мен Кадердің әкесінің кім екенін білемін. Жақсы, ал сен оны қашаннан бері білесің? Мен бұрыннан күдіктенгенмін, бірақ оның мұндайға бара алатынына сене алмадым. Бауырым, айтшы, ол кім? Тибет. Кадердің әкесі Тибет. Мен бұрында Берактың Тибетпен сөйлескенін бірнеше рет көргенмін. Оның мінез құлқы маған бір түрлі көрінетін. Бірақ бауырымның әйелін ондай жағдайда елестету қиын. Сен елестете алар ма едің? Әсіресе Беракты, ол сені ессіз жақсы көретін ғой. Мен сене алмадым. Қайда бара жатырсың? Мен қашып барамын. Сен де қаш, кеш болмай тұрғанда. Не айтып тұрсың? Мен бәрін Серхатқа айттым. Ол енді біледі. Жоқ, сен ондай істей алмайсың. Істедім, мен енді шыдай алмаймын. Ар-ұжданым қинап жатыр. Қарғыс атсын сені. Мен онсыз да қарғыс атқанмын. Серхат келмей тұрып жоғал. Түсіндің бе? Бұл менің соңғы жақсылық кеңесім. Бері қыздарын алып Серхаттан қашып бара жатыр. Не болды? Неге сен бұл уақытта тұрақта жүрсің? Сен менің әйеліммен қарым-қатынаста болдың ба? Серхат Тибетті ұрады. Көлікке отырыңдар. Берак қыздарын алып кетеді. Бұл Берак. Мені қонақ үйден шығара алмадың, енді телефонмен қорқытқың келді ме? Седеф, үндеме де, тыңда. Менің саған өтінішім бар. Егер көмектеспесең, мен саған өте қатты кек қайтарамын. Серхат Кадердің әкесінің кім екенін білді. Мен қыздарыммен кеткім келеді. Бірақ менде ақша жоқ. Біздің үйден зергерлік бұйымдарды алып, маған әкел. Седеф барлық әшекейлерді алып кетеді. Мен саған келдім. Бірақ сен үйде жоқ екенсің. Неге? Берак оның әшекейлерін алып келуді сұрады. Бірақ мен саған жұмыс істейтінімді айттым ғой. Әшекейлерді не істеймін? Оларды қайда апару керек? Ол жолда айтады. Неге біз саған сенуіміз керек, Берактың құрбысы? Серхат сенеді. Қайда бара жатырсың? Менің балаларым қайда? Сен мені олардан айырғың келді. Мен жүкті болып қалдым. Рас па? Жүктісің бе? Сендердің аналарың жүкті емес. Ол тек назарды басқа жаққа аудармақ. Сендердің әпкелерің Кадер, неге сен мұнда келдің? Зейнеп менің үйімді де, өмірімді де тартып алды, ал мен оның үйіне келдім. Ол не айтып тұр? Бұл не деген сөз, үйімді тартып алды? Сендердің қыздарың ақылды болып шықты. Ол менің қателігімді пайдаланды, Серхатқа түрлі нәрсе айтып, өзін оған байлап алды. Қалайша сіз бұлай айтуға батылыңыз барады? Мен бір түрлі болып тұрмын. Білемін, жаным. Бұл аллергия. Мен салатқа жержаңғақ қосуды арнайы өтіндім. Не? Азраның жержаңғаққа аллергиясы бар ғой. Жихан Азраны жазалау үшін әдейі солай жасады. Жихан, мен өліп бара жатырмын, дәрімді бер. Азра Жиханнан жасырын ақша табу үшін Тюлайдың үйіне жұмыс істеуге келді. Тюлай оларды суретке түсіріп алды. Серхат қыздар оқитын мектептің директорымен сөйлесіп, Зейнепті жұмысқа алуды сұрады. Зейнеп енді сол мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Қыздар Тибеттің ұлымен жанжалдасып қалды. Біз сені қалай кешіруіміз керек? Сен бізді масқара еттің. Көрмей тұрсың ба? Ақыр соңында сен менің қыздарымның анасысың. Егер сен кедейлікке тап болсаң, оларға ауыр болады. Сондықтан сен оған лайық болмасаң да мен саған жомарт боламын. Лондондағы пәтер саған қала береді, ай сайын ақша алып тұрасың. Бұл саған жеткілікті, қиындық көрмейсің. Қыздарға рахмет айт. Қаламаймын, маған тек қолма-қол ақша керек. Мына жерде көрсетілген соманы менің шотыма аудар. Берак бұл жерден кететінін айтады, мені енді көрмейсіңдер дейді. Серхат, жоқ, біз сенің қайда екенін білуіміз керек дейді. Қыздар бір күні сені көргісі келсе дейді. Саудадан кейін күйеуімен кешкі ас ішкім келді. Сенде бұрын ондай әдет болмаған. Жаңа бір нәрсе жасағым келді. Бірдеңе дұрыс емес пе? Қарсысың ба? Жоқ, әлде көңілдесің ашуланып қалар деп қорқасың ба? Эбру менің көңілдесім емес.
Бірақ сен оны сонша жиі қайталайсың, жақында өзім де сеніп қалатын шығармын. Азыра Эбруді шақырып, бізге тағы су құйып бер дейді. Тәрелкелерде дақтар бар. Қалай байқамадың? Кешкі ас тек сылтау болды ма? Сен мұнда Эбруді мазақ ету үшін келдің бе? Сен мен онымен жарысамын деп ойлайсың ба? Маған бәрібір.